Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өзімнің үйдегі өсіріп отырған дала гүлдері мен үй гүлдерін көрсеткім келіп тұр. Мінекей менің үйіме кіре беріс, кішкене ғана осындай лестница бар, соның екі жағына осылайша гүлдерді егіп қойғанмын. Бір жағына шырмауық гүлдерін ектім, екінші жағына мінекей кішкене осындай ыдыстарға гүлдер егіп қойғанбыз. Өздеріңіз байқап тұрсаңыздар, міне калиус гүлі тұр, екі түрі тұр мұнда. Өте әдемі болып өсіп тұр. Мұнда да міне калиус гүлдерін өте көп қылып егіп тастағанмын. Бұл жерде дала гүлдері менен үй гүлдерін араластырып еккенмін. Дала гүлдері мен үй гүлдері бір-біріне үйлесіп, жарасып, осындай әдемі болып өсіп тұр. Калиус гүлін білесіздер. Бұл гүл өте жарық сүйетін, жылу сүйетін, сонымен қатар суды өте жақсы көретін гүл. Күніге суғарып тұру керек. Бұл жерде бұл калиус гүлдеріне күн тікелей түспейді. Таңертең кішкене түседі, сосын түс қайта кішкене түседі. Егер күн тікелей түсетін болса, гүлді күйдіріп жіберу мүмкін. Бұл жерде гүлдерге өте ыңғайлы. Калиус гүлі сосын жағдай таңдамайтын гүл, кез келген жағдайға тез бейімделіп кетеді. Мінекей үйде өсетін гүлдерімнің бәрін далаға, беседкаға қойып қойғанмын. Бұл жерде гүлдер өздерін жақсы сезініп, жақсы өсіп тұр. Егер де сіздерге менің осы бүгінгі видеом ұнаған болса, лайк басып, маған тіркеле кетіңіздер. Сау болыңыздар.